Достар, қалдарыңыз қалай? Менде Чанган CS55 автокөлігі. Новый кузовта 2025 жылы шыққан. Картинкасы мына жерде. Осы көліктің мына TikTokта бір Жакенти деген жігіт бар. Тек қана ол емес, көптеген жігіттер айтады. Осы көліктің КПП-сында завод май құймай қалу мүмкін дейді. Орысша айтқанда не до конца доливает деген бір сондай ақпарат бар. Соны тексеру үшін ол өзінің TikTokында біздің СТО-да келіп көрсеңіздер болады. Ашқан кезде белгілі болады дейді. Жаңа астында крышкасын ашқан кезде май ағып жатса, онда нормально. А если май ақпай тұрса, значит біз бір 700 грамм 800 граммға дейін доливка жасаймыз дейді. Содан кейін уровень орнына келтіреміз дейді. Соған мен қазір баратырмын. Ол видеоға мен мына жерге салып жіберейін, сол видеоны. У Чангана все прекрасно знаете, да? Что надо заливать масло в робот. То есть долить. То есть ты взял новый Чанган, да? Блин, этого китайца ты берешь, тебе еще надо доливать в робот. Смотрите, я объясню, почему надо доливать в робот. Как сказать, завод не глупый, завод не тупой, да? То есть он заливает в любом случае норму, которая там должна быть. Мы почему доливаем? Потому что там щупа нету, и нам надо узнать уровень. Да? А как я узнаю уровень? У него есть уровневая пробка снизу, откручиваем уровневую пробку, и на горячее там масло должно поливаться, да? То есть есть максимальный уровень. Его нету, и мы там доливаем где-то 700-800 заходит, допустим, и начинается слив масла, значит все, уровень есть. Там снизу есть только пластиковый шток, набирается до максимального уровня, допустим, сверху пластиковый шток, она начинает выливаться, когда уровень набирается. В общем, вот из-за этого мы делаем долив. Роботы именно на Чангана, ребята, на 7-ступенчатые роботы. Приезжайте, а где это делают? Конечно же, у меня, Кишидин 12-2. Все Чанганы, ребята, еще раз вспоминаю. Сюда, Уилл, сервис 1. Все знаете, да? Только оригинальное масло в робот заливаем по допуску. Енді сол жерге қазір барам, мүмкіндік болса түсірем, болмаса май құйылған ба, құйылмаған ба, сол туралы айтамын. 55-ші Чанган дегеніміз 25-ші жылғы мына осы машина, оның салоны кішкене басқаша. Сырт келбетін енді көріп жүрген шығарсыздар. Осындай машина бар. Оның фарысы мынандай бар. Кішкене визуально басқа машина да, чуть-чуть. Рестайл жасаған. Артқы фарсы монобровь. Сол жаққа қарай қазір бара жатырмын. Сол ақпаратпен бөлісу мақсатында сіздерге соны көрсетейін деген. Ал кеттік. A few moments later. Мына ойл сервис деген жерге келдік. Қазір ішіне кіріп сөйлесу керек. Жігіттер қарап отыр қазір. Май бар жоғын айтады сосын. Олар айтады, бұнда көбінде болмайды дейді, уровень вообще. Машину заведите. Можете прокомментировать? Уровня нету. Уровня нету, все. Жігіттер, мына мынандай май құяды екен. Соны шприцпен шығарып алды ішінен керегін. Мына кісі енді соны қазір құяды астына апарып. Енді толықтай қай жерге не құйып атқан түсірмей ақ қойын, так понятно. Өз жерге келсеңіздер, өздері соны жасап береді. Достар, коробкаға майды құю бойынша барған кезде жаңа видеода көрсетілді ғой. Бір 500 граммдай май жетіспей тұр екен. Жігіттер құйып берді. Оны қалай істейді екен? Бірінші өздері ашып тексереді. Сосын машинаны оталдыру керек болады. Ол ыстық күйінде тексеріледі. Машина жаңа двигатель ыстық кезде астан май ағып тұру керек та. Жаңа майдың көлемі бар болса, болмаса ол май шықпайды ішінен. Сосын олар ашқан кезде машинаны біз бірінші ашты, машинаны оталдырдық, уровень болған жоқ. Содан олар уровеньді толтырды, май ағып бастап, олар жапты. Өздерінің қызметі үшін 10 000 теңге алады екен. Мына мен скрин салып жіберейін. Коробка передач деген өте қымбат нәрсе ғой. 10 000 теңге бөліп, соны орнына келтіру тұрарлық мәселе деп ойлаймын. Соны сіздермен бөліскім келген. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Тағы да басқа ақпараттар болып жатса, бөлісе жүремін бұйырса. Жақсы.